Баршаңызға сәлем. Мен қазір сіздерге өте оңай, жеңіл тігілетін бас киімді үйретемін. Ол үшін біз осындай мата аламыз. Бұл созылатын болу керек. Мына жағы да мінекей, мына жағы да созылатын матадан өте әдемі шығады. Менде бұл велюр мата, мінекей көрсеңіз. Осыны былай қойып, мынау басымыздың айналасы 60 сантиметр болды, мінекей. Высотасын мен 40 сантиметр алдым. Өйткені жиналғанда әдемі болып көрініп тұру үшін. Мінекей, мынаяғы 60, былай 40 болды. Енді біз осы матамызды алып, осылай төсеп аламыз да. Мінекей, осылай төсеп алдым. Енді біз мына жерден кішкентай қалдырамыз. Міне, қарасаңыз, 1-2 сантиметр қалдырдым. Енді біз осы жерден бұлай 1 сантиметрден тігіп шығамыз. Міне, бұл жоғарғы жағы болады. А мына басымызға киетін жері. Қазір тігіс барысында көреміз. Мінекей, мен машинамды даярлап қойдым. Мына жерден 2 сантиметр әзір мен осылай аяғына шейін тігіп шығамын. Міне, 2 сантиметр белгілеген жерге закрепке қоямыз. Ана 2 сантиметр ашық қалады. Осылай лапканың бойымен зымыратып тігіп шығып, мына соңына келгенде инені сұғып қойып, былай бұрып аламыз. Үзбей тіккен өте жақсы болады. Мінекей, соңына жеткен кезде біз бұны осылай қойып, бір тегіс қойып, тігіп алып, соңында закрепке береміз. Бұл жерге де закрепке береміз. Міне, бұл болды. Енді біз осы маңдайшасына қоятын кішкентай ремен тігеміз. Ол ременіміз біздің 8 сантиметр болады, бұлай қарай. Ұзындығы 8, ені 4 сантиметр қылып алып, енді осыны бүктеп тігеміз. Мына лапканың бойыманан қойып тігіп, карандашпен аударып шығамыз. Бұл біздің түрбанымыздың алдына қоятын ремені. Мінекей, үстіп сіздер де тігіп үйреніп алыңыздар, мұқият қарап. Келесі енді қалай қосатынын көрсетемін. Міне, біз маңдайшасын осылай қойып, айландырып, бұны тігіп шығамыз. Қайтармайық, өткені менде бұл үйлердің шашағы шықпайды. Міне, осылай айландырып тігіп шығамыз. Тігіп шығып болғаннан кейін біз бірінші артқы жағындағы тігісті қатты көбірек қып складка жасаймыз. Қазір тігіс барысында көрсетемін. Мінекей, үстіп айландырып біз тігіп алдық. Міне, тігіп алдық. Жіптерін кесіп тастайық. Енді мінекей, осыны қойып, міне, осы тіккен жағымызды осылай жиюымыз керек. Ол үшін біз бұны үлкен складкамен біркелкі тығыздау қойып, тігіп шығамыз. Өте тығыз қойыңыздар. Болса ұзындау болып кетеді. Мінекей, осы көргендеріңіздей қатты тығыздап үстіп тігіп шығамыз. Мінекей, тігіп шықтық. Қазір көресіздер. Мына артық жайларын бәрін кесіп тастау керек. Бізге қажет емес. Міне, қазір аударғанда көресіздер. Қарасаңыздар, әдемі болып көрініп тұр. Енді аударып, мына жердің жіптерін қырқып тастап, мына жерде біз 2 сантиметр қалдырғамыз. Осы поясымызды осы жерден өткіздіреміз. Осылай, мінекей, өткіздіріп алып, бұны мынаяқтан тартып, бәрін жиып, осылай қолмен тігіп шығамыз. Мінекей, бұл жерді осылай қолманан іліп аламыз, бекітіп.
Міне енді аударып қараймыз. Мінекей бұл жер өте әдемі осылай тұрды. Көрсеңіз. Мінекей бұл алды. Біз мына жерге енді сәндеп моншақ тағасасақ та болады. Арты былай тұрады мінекей. Алды осылай шықты. Қазір бұл арқасын көрсетемін. Мына арқасы да осындай өте әдемі болып тұрады. Мінекей арқа жағы киген кезде де өте керемет әдемі болып тұрады.